сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз дайындайтын боламыз жаппасай. Біреу айтады ұйғырдың тамағы дейді, біреу айтады индустардың тамағы дейді. Қай жақтың тамағы болса, ол жақтікі болсын, но өте дәмді. Әрине қалай дәмді болмайды. Бұның ішінде ет, бүкіл овощтардың бәрі бар. Капуста, картошка деген сияқты. Сонымен бірге қамыр, майланған қамыр, жай буға піскен. Бұл болғанда жай әншейін су татыған бу емес, именно мына қурдағының буына піскен қамыр. Мінекей сондай бір тәбетіңізді ашатын қамыр, майының бәрін өзіне сорып алған, сондай бір бармақ жалайтындай, сондай бір дәмді, мінекей сондай аппетитті ашатындай бұл жаппасай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұны жасау үшін көптеген бір нәрсенің қажеті жоқ. Бір кәдімгі үйде, әр адамның үйінде бар, мінекей кішігірім ет аласыз, картоп, морковь, пияз, жусай анау тұрған, сұйық май, тұз, бұрыш, дәмдеуіштер, томат пастасы деген сияқты. Мынау неме еді? Балғар бұрышы мен помидор бар болса қосыңыз, жоқ болса қоспай-ақ қойыңыз. Ол міндетті түрде емес. Осылар керек болады міне. Қыздар, мен барлығын описанияға жазып кетем. Қанша грамм керек екенін барлығын описанияға жазып кетем, хорошо? Ал енді қамыр илеуге не керек? Қамыр илеуге ұн керек, бір жұмыртқа керек, және тұздалған су керек. Міне осындай нәрселер керек. Қыздар, мінекей қамырымызды илеуді бастаймыз. Бірінші бір жұмыртқаны салып жібердік дағы, одан кейін жаңағы тұздалған суымызды құйып отырып, әдеттегідей қамыр илеп шығамыз. Қыздар, қамыры қатты болғаны дұрыс. Жұмсақ болып кетпесін, қаттырақ болған жақсы. Өйткені бұл енді буға піседі дегендей кішкене ұзақтау уақыт, 20 минуттай піседі. Сондықтан мінекей қаттылау қылып илеп, бетін жауып, бір 20 минутқа қойып қоясыздар. Содан кейін қазанымызға, қызып тұрған қазанға кішкене сұйық майды құйып, әркім өз қалауы бойынша сұйық майды құясыз. Одан кейін пиязды салып, бір жеткізіп саласыз да, пиязды сәл-пәл қуырылғаннан кейін етті салып қуырасыз. Ол ет қуырылғаннан кейін мінекей помидорды салып қуырасыз. Помидор қуырылғаннан кейін сәбізді салып қуырасыз. Өткен жыл қыздар маған көп сөйлейсің дегеннен кейін көп сөйлемейтін болып жатырмын. Міне барлығы қуырылған кезде барып қызыл паста, томат пастасын салып, оны да қуырасыз. Қызыл томат пастасы міндетті түрде қуырылғаны дұрыс. Кей қыздар қуырмайды, просто қайнап жатқан суға салады. Негізі қуырылғаны өте дұрыс болады. Енді барып бұл қуырылғаннан кейін барып дәмдеуіштерді саламыз қазір. Әркімнің өз қалауы бойынша мұнда чеснок, мінекей приправа чеснок, паприка, міне мынандай чеснок, паприка қосамын, для мяса деген приправа қосамын. Енді әркім өзінің қалауы бойынша қоссын, қыздар. Лағмандікінде қосса болады, немесе пловтікінде қосса болады. Енді әртүрлі, әр приправаның ішінде әртүрлі нәрселері бар. Мінекей приправаның да кішкене қуырылғаны дұрыс. Ол қуырылғаннан кейін барып қана ең соңында мінекей балғар бұрышын қостым. Балғар бұрышын қосып, аса қатты қуырмай, мәншейін бір иісі шығып жақсы болады. Тұз саламын. Тұзды негізінде осылай соңынан салған дұрыс, қыздар. Ол өйткені етті құрғатып жібереді, алдын ала салсаңыздар тұзды. Ет талшықтарын құрғатып, сөйтіп кішкене кішірейтіп, қатты қылып жібереді. Сондықтан да
Tuzды соңынан салған дұрыс. Мінекей енді суды құямыз. Қыздар, суды көп құйып жібермейміз. Сіздерге міне көрініп тұр ғой, ет пісады-ау дегенге дейін. Судың кішкене тартылғаны дұрыс. Ет пісіп қалған кезде, егер суы көп болып кетсе, қақпағын ашып қайнатыңыздар, ет суы тартылсын кішкене. Одан кейін барып капуста. Міне араластырған кезде су осыншалықты көп болып кетпесін суы. Енді қамырды жаю процесіне кірістік. Әдеттегідей қамырды жаямыз. Қамырды жайып сәл-пәл кептіріп қойғаннан кейін барып, кішкене кепсін, жайған қалпында тұрсын. Енді барып картопты саламыз. Етіміз пісті ішіндегі. Картоп қайнап сәл-пәл пісқанға дейін мына қамырымызбен айналысамыз. Қамырдың үстіне міне мынандай болып жұқа болып жайылды. Қамыр дөңгелек болып. Қамырдың үстіне барып сұйық майды құйып, жақсылап тұрып, бүкіл жеріне тигізіп, жағып шығамыз сұйық майды. Сұйық май міндетті түрде бүкіл жеріне тисін. Егер кейбір жеріне тимей қалған болса, онда ол престеліп қалады, бір-біріне жабысып алынбай қояды. Енді кесу. Кескен кезде әркім әртүрлі кеседі. Кейбіреулер 4 бұрышты қып кеседі, кейбіреулер тіпті ромбик қып кеседі. Кей адам 3 бұрышты қып. Мен өзім қазір 3 бұрышты қып кесейін деп жатырмын. Мен әр дайындаған кезде әртүрлі қып кесе беремін, өзіме ыңғайлы қылып. Бүгін мен 3 бұрышты қып кескенді жөн көріп тұрмын. Міне сіздерге көрініп тұр ғой, Сосын кейін мына майы жағылған жағын астына қаратып салыңыздар. Міне майы жағылған жағы астына қарады. Барлығын осылай бірінің үстіне бірін салып шығасыздар, қыздар. Қорықпаңыздар, ол жабысып қалады, немесе тағы бірдеңе деп престеліп қалады деп. Майы жағылған, буға піседі, жұп-жұқа болып жайылған, ол буға піседі. Мен неге видеоны кейбір арғы жағын алып тастамай тұрмын, сіздерге көрсетейін деп. Менде өте көп қалың болады, бірақ піспай қалады деп қорықпаңыздар. Бұл піседі. Міне бірінің үстіне бірін жабыстырып жатырмын. Ешқандай переживать етпеңіз, ол піседі. Только қақпағы тығыз жабылып тұратын болсын қазанның. Қазаннан бу шықпасын. Ол буға піседі. Тіпті білесіздер ғой, әлгі мантоваркеге мантының өзі пісіп шығады 45 минутта, Манты ет қой ол енді. Оның қасында бұл қамыр тез піседі, переживать етпеңіздер. Бұны мен 20-25 минут пісіремін. Міне қақпағы жақсылап тұрып жабылды, қыздар. Қыздар, кстати, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонда болашақта шығатын бүкіл видеоларға куә бола аласыздар. Мінекей, енді қамырымызды бір-бірлеп аламыз. Көрініп тұр ғой сіздерге. Бір-бірлеп алып, табақтың шет-шетіне қоямыз. Өйткені ортасына сәйді саламын. Міне өте көп қамырымыз, бірақ ол пісті. Қазір ортасына сәйді саламын. Өте дәмді, қыздар, өте дәмді. Сіздерге мен оны айтып жеткізе алмайым. Өздеріңіз көріңіздер, жасаңыздар.
жасап жүрген қыздар бар шығар, әрине. Бұны өте дәмді. Мінекей, қонақ келген кезде де өстіп жасап жіберсеңіздер өте жақсы. Үстіне өздеріңізге ұнаған ас көкті саласыздар. Укроп, петрушка, тағы бірдеңе. Чусайма. Ал, қыздар, астарыңыз дәмді болсын. Бастарыңыз аман болсын. Дәмділеп тамақ жасап, үйдегілерді де қуантып, өздеріңіз де тәбеттеріңіз ашылсын. Қыздар, пока. Арнамызға тіркеліп, кішкентай қоңыраушаны баса кетеміз.